Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге рак белгісіндегі адамдарға арналған гороскопты ұсынғым келіп отыр. Егер сіздер менің каналыма жазылып, лайк басып отырсаңыздар, мен одан да көп гороскоптың түрлерін шығаратын боламын. Мысалға, астрологиядан басқа бадзыға байланысты да мен гороскоптарды, жұлдызнамаларды, болжамдарды шығарып отыратын боламын. Ал ендеше кеттік. 2 март күні барлығымызға ай туады. Ол рак белгісіндегі адамдарға 9-шы домға келіп тұр екен. Ал 9-шы дом бізде шет елмен тікелей байланысты. Шет тілін меңгеруіңіз мүмкін, шет елден достар пайда болуы мүмкін, шет елден инвесторлар сізге тартылуы мүмкін. Басқа ұлттың адамдармен, басқа мемлекетте тұратын адамдармен жақын танысып, дос болып кетулеріңіз де ықтимал. Немесе клиенттеріңіз шет елдің адамы болады. Немесе отпуск алып, шет елге саяхаттайсыздар. Жалпы менің өзімде рак белгісіндегі адаммын. Мен енді ауылға барып қайтуды жоспарлап отырған жайым бар. Виза немесе загранпаспорт алуға да өте қолайлы. Виза, загранпаспорт, ПМЖ, сондай паспорт алуға өте қолайлы. Егер сіздерге шет ел туралы қызық болмаса, үйіңізде шет ел туралы, шет елдің мәдениеті туралы сіздер хабар көресіздер, хабар немесе фильм көретін боласыздар. 9-шы дом әрі білімді білдіреді. Алған біліміңізді, сіз білім аласыз, немесе сол алған біліміңізді елге тарататын боласыз. Дін жағынан бет бұруыңыз мүмкін. Мен қазір өзім діни бір кітаптарды оқып жүрмін. Ойлап қалмаңыздар, астрология, нумерология батса жалпы дінге қарсы деген сияқты. Ондай мүлде жоқ. Мен өзім қазір зерттеп жүрмін соны. Жалпы дұға сүрені көбірек оқитын боласыздар. Әулие жерді аралауға шығасыздар. Собеседованияға баруға. Жалпы егер жұмыс таба алмай жүрсеңіз, собеседованияға барсаңыз, сұхбаттасуға міндетті түрде өтіп кетесіздер. Жалпы егер менің прогнозым дұрыс шығып жатса, астына комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен қатты қуанатын едім. Сол кезде мен көп сіздерге гороскоп шығаратын боламын. Кейбір құжаттарды жасататын боласыздар айдың басынан бастап. Ал 5-6 март күні Солнце мен Юпитер 9-шы домда кездесіп тұр. 9 деген өзі жалпы сәттілік деген мағынаны білдіреді. Ал Юпитерді жалпы сәттіліктің планетасы. Ал Солнце сіз, яғни біз деген сөз ғой. Біздің сәттілігіміз 2 еселенеді. Мысалы, жолға шықсаңыз, сабақ берсеңіз, барлығы сәтті аяқталады. Әсіресе бұл сәттілікті 7-ші немесе 8-ші июль күні туылған адамдар қатты сезетін болады. Бұл кісілерге айтарым, жалпы рак белгісіндегі адамдарға айтарым, кез келген мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ал 7 март күні Венера мен Марс бірігіп 8-ші домда кездеседі. 8-ші дом жалпы зарплатадан бөлек ақша деген мағынаны білдіреді. Сіздер бизнес серіктестермен келісім шартқа отырған өте керемет. Себебі енді 8-ші домға келіп тұр. 8-ші дом деген бізде ақша. Венера мен Марс енді ер адам мен әйел адамның энергиясы. Жалпы келісім шартқа отырып жұмыс жасаған пайдалы. Сіздерге 7 мартта зарплатадан бөлек ақша түсетін болады.
ол мемлекеттен ақша түсуі мүмкін. Көптен күтіп жүрсеңіз, мемлекеттен ақшаны аласыз. Алимент болуы мүмкін, ата-анаңыз беруі мүмкін, туысқандардан алуыңыз мүмкін. Немесе қосымша бір жұмыс жасап, левой ма немесе жұмыс жасап, соның ақшасын аласыздар. Ақшаңызды көптен бермей жүрген болса, оны да қайтарады. Жалпы 7 мартта басқа адамнан ақша аласыз. Одан кейін сіздің екінші жартыңызда жалпы табысты болады. Жолдасыңыз да табысты болып келеді. Осы 7 мартта. Ал 11 март күні Меркурий тағы да 9 домға келіп тұр. Жалпы Меркурийдің өзі документке, хабарламаға, СМС-ге, ақпаратқа, білімге, жолға, мәмілеге жауап береді. Осылар сіздерде қатты маңызды болады. Мүмкін дистанционны алып сату болуы да ықтимал. Алыстан сіз шетелден бір үйді электронды түрде сатып аласыздар. Немесе машинаны сатып аласыздар. Сөйтіп сіздерге мысалы машинаны жіберуі мүмкін. Осы Қазақстанға. Шетелден тағы да айтарым, клиенттеріңіз пайда болады. Ал 18 март күні бізде ай толады, полнолуние болады. Ол 3 домға келіп тұр. 3 дом ол автомобильге, жолға жауап береді. Яғни автомобильмен 3 дом әр автобусқа да жауап береді. Автобуспен жолға шығасыз. Жалпы менің өзім 18-19 март күні ауылға барайын деп отырмын. Жалпы жоспарлап отырмын, әлі белгісіз бірақ. Жалпы ауылға бару керек маған. Туысқандарыңызға қонаққа барасыздар. Мен енді өзіме қатысты шығарып алған жоқпын. Қалай шықты, солай айтып отырмын мен. Көп адамдар да осындай жолға шығады. Жалпы 3 дом әрі бауырларға, көршілерге бір жақсы жаңалықтарға жауап береді. Бауырларыңызбен жолға шығуларыңыз мүмкін. Көршілеріңіз жайлы бір жақсы жаңалық естулеріңіз мүмкін. Қазіргі көршілеріңіз көшіп, орнына басқасы келуі мүмкін. Жалпы 18 марттан кейін басқа үйге көшуге де қолайлы. Ал 28 март күні Солнце өзінің белгісін, күн өзінің белгісін ауыстырып 10 домға келеді. Ал 10 дом бізге дипломға, сертификатқа, лицензияға, статусқа, жұмысқа, жетістікке жауап береді. Жұмыс ауыстыруыңыз мүмкін, басқа жаңа жұмыс орнына баруыңыз мүмкін, немесе сізде повышение болады. Немесе өзіңіз жаңадан бір бизнес ашып бастайсыз. Ал 28 март күні Меркурий 10 домға келіп тұр. Ол сіз жұмыс жасап жатқан организацияда, басшыларыңызда, жалпы жұмыс орнында өзгерістерді білдіреді. Сонымен қатар сіздерде служебный роман болуы ықтимал. 21 марттан кейін сіздер екінші жартыңызды таба алмай жүрсеңіздер, екінші жартыңызды іздеуге өте қолайлы. Сіздер рак белгісіндегі адамдар, сіздер жаңа, жақсы толқында келе жатырсыздар. Барлығы жақсы болады. Жалпы бар болыңыздар, бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар. Және менің каналыма жазылып, подписаться басып, комментарий жазып қалдырсаңыздар, мен қатты қуанып қалатын едім. Және өткен айда қалай шыққанын маған жазып отырыңыздар, күтетін боламын. Сау болыңыздар.